Шәкәрім Құдайбердіұлы мұсылмандық жарты кітабынан үзінді. Адам өзін таныса, Құдайды да танымақ. Уа достар, адам өзін өзі анық таныса, жаратқан Алласын да біледі. Алланың өміріне де мойынсұнады. Сол себептен пайғамбарымыз айтқан: «Ман арафа нафсаху факат арафа раббаху». Мағынасы: пенде өзін анық білсе, Алла тағаланы да анық білер деген. Және Ғайса алейхиссалам айтқан: біреудің көзіндегі шөпті алмақ болсақ, әуелі өз көзіңдегі ағашты алып таста деп. Мұның мағынасы: өз міндеріңді тазартсақ, кісінің мінін айтып ұқтыруға, кісіні түзетуге сонда жарарсың деген. Енді адам өзін өзі білмекке әуелі жоғарыда айтылған қайдан жаралдым, не үшін жаралдым, түбінде не болмақпын деген 300-ді ойласа керек. Онан соң басыма пайда дүние, ахиретіме пайда нес қылып жүрмін, халыққа не пайда келтіріп жүрмін, біреуге яки өзіме зиян қылғаннан саумын ба деп ойлауы керек. Өйтіп өзін өзі тексермей жүре берген адам хайуан малыңнан да төмен болады. Аятта «Уллахика каланхами бальхум адаллу валахли хумул гафилуна» деген. Мағынасы: ол ақмақтар тура аяқты хайуан сықылды, бәлкім одан да жаман. Олар түк білмейтұғын меңіреулер деген. Бұлардың хайуаннан төмен болатынығы, хайуандар білімсіз болса да көбінің зияны өзгеге тимейді. Адамның зиянкестерінің зияны бірталай халыққа тиіп, ел бүлдіреді. Енді байқадыңыз ба? Адам өзін өзі танымақ деген иесінің құл екенін һәм ғибадат үшін жаралғанын біліп, өзін өзі тексеріп, зиянды істен қашып, адал, пайдалы істі қылуға тырыспақ керек.